Қыз деген әр еркекке қолын ұстата берсе, алақанның қытығы кетеді. Қытығы деген ұяты. Ұят кетсе, қыз қасиетін сақтау сезімі сұйылады. Қолын жігіттерге қымсынбай, жиі ұстатуға дәніккен бойжеткенде қызға тән нәзіктік, пәктік, сыпайылық жұтайды. Қылықтары дарақыланып, жүрісінен жаңылады. Оның жүрісін бір күн ши жасырар, бір күн туырлық жасырар. Бірақ көп жүрген жылан да аяғын көрсетіп алады дегендей, ойнақтап жүріп от басып, өкінішке ұрынады. Құдайым сондайдан сақтасын де. Аяқты шалыс бассаң, қасың түгілі досың да табалайды. Пенделер қашанда жамандыққа оңай табыла кетеді. Қыз бала әдептіліктің ауылынан аттамай, ар, намыс дейтін ұлы ұғымдарды жүрегімен түсініп, ұятына қылау түсірмесе, барған жерінде баса сыйлы, жүзі жарқын, маңдайы ашық болады. Біле білсең, қыздың намысы елдің намысы, ұлттың намысы. Қыздарына үлгі өнеге көрсете алмаған елдің іргесінен ырыс кетеді, толысы төгіліп, тұнығы лайланады, ұрпағы жидіп, жүн жейді. Бұрындары бір қыздың намысы үшін бір рулы ел атқа қонған дүбірлі кезеңдер өткен. Қыздың намысын ер азаматтың қорғауы парыз. Өзінің анасын ана, өзінің қарындасын қарындас көріп, басқаның анасын апа қарындасын әншейін ұрғашы санайтын санасыз бөріктілер бар. Ананы ардақтаған, қызды қадірлеген еркек заты ғана азамат атына лайық. Әйтпесе шалбарды кім кимейді дейсің? Жылан да, арада гүлдің нәрін сорады. Бірақ біреуі бал, біреуі у жасайды. Еркек атын иемденіп жүрген бәтуасыз бен ер азамат осыған ұқсас. Қазақ болғалы қыз сыйлаған, қызын алқалаған текті халық еді. Сандығында кілті жоқ жомарт қазақ сол жомарттығын алдымен қызына жасаған. Ұл түтін, қыз күтім деп қызға жақсыны кигізіп, дәмдіні жегізіп, жорғаны мінгізген. Үйдің оң жақ төріне отырғызған. Тұрмысқа шықпаған қызды оң жақтағы қыз дейтіні сондықтан. Ұрыс керіс естіген қыздың мінезінің мәні болмайды деп қыз көзінше өрескел, бейпіл сөз сөйлемеген, анайы қылық көрсетпеген. Бақыты байланады, жолы кесіледі деп қызға қол көтермеген. Оны айтасың, отырған қыздың аяғынан аттамаған. Мұны кесір деп түсіндірген. Өйткені еркектің де, әйелдің де тарайтын түбі қыз. Адамзаттың ұлы анасы, ортақ анасы Хауа анада қыз болған. Бүгінгі қыз, ертең бір әулеттің оң жағын қызартып, отау тігетін келіні. Желегі желбіреген сол келін өмірге ұрпақ әкеліп, ақ шаулықты ана атанады. Ал аналар елдің тәрбиешісі, ұлттың бел омыртқасы, берекенің бесігі. Іргетасы мықты соғылған үйдің ұзаққа шыдайтыны секілді, жақсы тәрбиенің қаймағын қалқып ішкен қыздан көргенді келін, білікті ана шығады. Әйел аналар өнегелі болса, елдің көтегесі көгеріп, керегесі кең жайылады. Төрт қанаты түгел, отының басы бүтін болады. Парасатты ананың тіккен шыбығынан бәйтерек өстіп, арғы ұрпағына саясын түсіреді. Осының бәрін терең ойлап, алыстан зерделеген бабаларымыз қызға 40 үйден тыю, қала берді, қара күңнен тыю деген екен. Сөйтіп, қыздың тәлім тәрбиесіне ерекше мән беріп, салмақты міндет жүктеген. Қызды тыйып ұстау, тірсектен қағып, еңсесін езу емес, 40 үйден, тіпті қара күңнен де бір абзал өнеге үйреніп, ұлағатты сөз естіп, оңды талғам көрсін дегені. Қыз баланың ақылды да инабатты, өнерлі де өнегелі болып толысуына ата-анамен бірге ағайын туған, ауыл аймағы да жауапты екенін айтады. Қызды тектеп ұстауды меңзейді. Тыю деген міне осылардан құралады. Оң жақтағы кезде 100 жігіттің арманы болса да, қызға бір азаматтың адал жан жары болу парыз. Қай атана осыны қаламайды дейсің? Атам қазақ, астың дәмін кіргізер тұздан айналайын, елдің дәмін кіргізер қыздан айналайын депті. Бұрынғы аналардың сарқытын ішкен мына біздің білгенімізді санаңа сіңірсең,
басың есікте қалмас.